7 күн бойы дәретханаға бара алмауды елестетіп көрмішші. Бұл жай ғана іштің кебуі емес. Бұл бүкіл ағзаның улануы. Ұйқы қашады, көңіл күй түседі, ал іштегі ауырлық сезімі ештеңеге дем бермейді. Ең өкініштісі, көптеген адамдар бұл мәселені ұят деп санап, айлар бойы үнсіз зардап шегеді. Бірақ бүгін біз бұл тақырыпты ашық талқылаймыз. Іш қату бұл ұят емес. Бұл шешілуі тиіс медициналық мәселе. Армысыздар, құрметті достар. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгінгі видеода мен сіздерге ішек жұмысын небәрі 1-2 күнде қалпына келтіруге көмектесетін 8 ғылыми дәлелденген әдістерді айтамын. Біз ешқандай ауыр дәрісіз, тек табиғи әрі тиімді әдістерге тоқталамыз. Міндетті түрде 7-ші әдіске ерекше назар аударыңыз. Оның орындалуы ем оңай, әр адамдардың 90%-ына бірден көмектесетін әдіс. Егер денсаулығыңызды қалыпқа келтіріп, жеңілдікті сезінгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Әдістерге көшпес бұрын бір маңызды жайтты түсініп алайық. Ішектің баяу жұмыс істеуі кездейсоқ құбылыс емес. Бұл жылдар бойы қалыптасқан әдеттеріміздің нәтижесі. Соның ішінде аз қозғалу, су ішуді ұмыту, асығыс тамақтану. Осының бәрі жиналып келіп, ішектің табиғи моторикасын тежейді. Тіпті дәретханада дұрыс отырмаудың өзі ішекті физикалық түрде бұғаттап, дәреттің шығуын қиындататынын білесіз бе? Қашан дабыл қағу керек? Егер дәрет аптасына 3 реттен аз болса, немесе процестің өзі үлкен күшпен, ауырсынумен өтсе, бұл ағзаңыздың берген маңызды сигналы. Бұған немқұрайлы қарау өте қауіпті. Ішекте тұрып қалған қалдықтардан бөлінетін улы заттар қанға қайта сіңе бастайды. Нәтижесінде себепсіз бас ауруы мен созылмалы шаршау, терінің бұзылуы, ал уақыт өте келе геморрой, тік ішек жарықтары және одан да ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Қуантарлық жағдай. Бұл жағдайды кез келген жаста және кез келген кезеңде қалпына келтіруге болады. Бүгін мен сізге ішекті қайта іске қосудың нақты жолдарын көрсетемін. Бірінші тәсіл – дәретханадағы позаны өзгерту. Бұл өте қарапайым, бірақ өте тиімді нәрсе. Жиі мәселе жалқау ішекте емес, дененің қалпында. Қазіргі заманғы дәретхана биіктігі едәуір үлкен, ал адам денесі тікелей отыруға емес, шалқая отыруға бейімделген. Дәретханада кәдімгі орындықтағыдай тіктеліп отырғанда, пубаректальды бұлшықет, нәжіске өтетін жолды жауып тұратын бұлшықет қысылады. Ол өтуді буып тастайды. Осы өтуді ашу үшін не істеу керек? Тізелерді жамбастан жоғары көтеру керек. Ол үшін аяқтарыңыздың астына 15-20 см биіктіктегі кішкентай тақтайша немесе орындықша қойыңыз. Осы қарапайым өзгеріс дененің табиғи позасын қалпына келтіреді және дефекацияны едәуір жеңілдетеді. Дем алуға назар аударыңыз. Иіктемеңіз, қысынды жасамаңыз. Бұл тек геморрой қаупін арттырады. Оның орнына терең, тыныш тыныс алыңыз. Организмнің өзі жұмысты орындайды. Оған тек кедергі жасамаңыз. Екінші тәсіл – фенхель тұнбасы. Көпшілік іш қатқанда сенна шөбіне жүгінеді. Бірақ сенна тәуелділік тудыратын, уақыт өте ішектің одан сыртқы ынталандырусыз жұмыс істей алмай қалуына алып келетін өсімдік. Ішек жалқауланып, өз бетімен жұмыс істеуді ұмытып кетеді. Оның орнына фенхель тұқымдарын қолданыңыз. Олар ішек бұлшықеттерін жұмсақ босаңсытады, газдан арылтады және спазмды басады. Дайындауы өте қарапайым. Бір ас қасық фенхель тұқымын 250 мл қайнаған суға салып, 10 минут демдеңіз. Жылы күйінде ішіңіз. Күніне 2-3 рет қайталаңыз. Нәтижесі бірінші күннің өзінде байқалады. Үшінші тәсіл – таңертеңгілік су ішу рәсімі. Бұл барлық тәсілдердің ішіндегі ең қарапайымы, бірақ оны көпшілік адамдар мүлдем елемейді. Ояна сала, бірден бос асқазанға 1 стакан жылы су өңіз. Суық емес, жылы. Жылы су асқазан ішек жолындағы рецепторларды тітіркендіреді және жүйке жүйесіне ішек моториканы іске қосу сигналын жібереді. Кейінділікті арттырғыңыз келсе, жартылай лимон сығып қосыңыз. Лимон сөлі өт бөлінуін ынталандырады, ал өт ішектің табиғи мелдері. Осы екеуі бірге таңертеңгілік таңғажайып қосылыс. Әдетте дәретханаға баруға ниет 20-30 минут ішінде пайда болады. Бұл тек физиология, сиқыр емес. Төртінші тәсіл – киви өнімі. Соңғы жылдардағы ғылыми зерттеулер нақты дәлелдеді. Киви іш қатуға қарсы ең тиімді жемістердің бірі. Оның құрамындағы актинидин ферменті ақуыздарды ыдырататын және ішек қозғалғыштығын жеделдететін бірегей зат. Сонымен қатар, кивиде суда еритін талшық өте көп. Ол нәжісті жұмсартады. Тәулігіне 2 киви жейіңіз. Жеміс жақсы жуылған болса, қабығымен бірге жеуге болады. Қабықта талшық мен антиоксиданттар одан да көп. Бесінші тәсіл – кептірілген өрік тұнбасы.
Бұл ежелден келе жатқан ұрпақтан ұрпаққа берілген жұмсақ және тиімді тәсіл. Кешке 5 дана кептірілген өрікті 1 стакан суға салыңыз. Түн ішінде олар сінеді және суға сорбит пен дифизин береді. Бұл ішектің суды сіміруін баяулататын және нәжісті жұмсартатын табиғи заттар. Таңертең жемістерді жеп, суды сәл жылытыңыз. Бірде-бір зат кекке кетпесін. 6-шы тәсіл. Микрофлораға қамқорлық. Ішектің дұрыс жұмысы тек механикалық емес, ол тікелей ішіңіздегі бактериялар дүниесіне байланысты. Пайдалы бактериялар жеткіліксіз болса, ішек ырғағы бұзылады, газ пайда болады, нәжіс іркіледі. Табиғи кефир, үй йогурты немесе ашытылған қырыққабат. Осылар ішекке тірі бактерияларды жеткізеді. Бірақ тек оларды жеу жеткіліксіз. Бактерияларды тамақтандыру керек. Ол үшін сарымсақ, пияз, сұлы ботқасы және жасыл өсімдіктер жейіңіз. Бұлар пребиотиктер, пайдалы бактериялардың тамағы. 7-ші тәсіл. Дұрыс тамақ ішу тәртібі. Міне, ең маңызды тәсіл. Сіз талшықты өнімдер, көкөністерді, ботқаларды жейсіз. Және сонда да іш қатудан зардап шегесіз. Неге? Өйткені аз ішесіз. Талшық губка сияқты. Ол суды сіміреді, ісінеді және нәжісті жұмсартады. Бірақ егер су жеткіліксіз болса, сол губка кеуіп қалады және ішекте тығын жасайды. Су болған жерде талшық жұмыс істейді. Су жоқ жерде талшық жағдайды тек нашарлатады. Дұрыс нормасы. Салмағыңыздың әрбір килограммына 30-35 мл таза су. Егер салмағыңыз 70 килограмм болса, тәулігіне 2 литр 100 мл. Егер 80 килограмм болса, 2 литр 600 мл. Түнде бүйректі шамадан тыс жүктемеу үшін тамақты кешкі 5-ке дейін ішуге тырысыңыз. 8-ші тәсіл. Жеңіл қозғалыс. Ішек бұл бұлшықет орган. Ол жұмыс жасау үшін дене қозғалу керек. Егер сіз күні бойы отырсаңыз, ішекте отырады. Ол баяулайды, моторикасы азаяды, нәжіс іркіледі. Күніне 20 минут жаяу серуен бұл ішек үшін ең жақсы емдеу. Одан басқа таңертең бірнеше рет жамбасты айналдырыңыз. Аяқты тізеге дейін асқазанға тартыңыз. Бұл қарапайым қозғалыстар ішкі мүшелерді оятады және моториканы іске қосады. Ал енді құрметті көрермендер, сіздерге арналған шағын әрі тиімді жадынаманы қайталап өтейін. Бұл қарапайым әдеттер ішектің сағаттай жұмыс істеуіне көмектеседі. Таңғы рәсім. Ояна салысымен бірден бір стақан жылы су ішіңіз. Бұл ұйқыдағы ішекті оятудың ең тиімді жолы. Фенхел тұнбасы. Күніне 3 рет тамақ алдында 10 минут демделген фенхел шайын ішіңіз. Өрік қақтары. Кешке 5 тал кептірілген өрікті суға салып қойып, таңертең сол суды ішіп, өрігін жеңіз. Табиғи дәрумен. Күніне 2 киви жеуді әдетке айналдырыңыз. Дұрыс қалып. Дәретханада аяқ астына кішкене тіреуіш қойыңыз. Тізе жамбастан жоғары тұрғанда ішек табиғи түрде оңай босайды. Өте маңызды ескерту. Егер осы әдістердің бәрін жасасаңыз да жағдай жақсармаса, демек себеп басқада болуы мүмкін. Кейде іш қату, қан қысымын түсіретін дәрілердің, ауырсынуды басатын препараттардың немесе қалқанша без ауруларының жанама әсері болуы мүмкін. Мұндай жағдайда өз бетіңізше ем іздемей, міндетті түрде гастроэнтерологқа көрініңіз. Маманның уақытылы кеңесі сіздің денсаулығыңызды сақтап қалады. Қадірлі достарым, іш қату бұл ұялатын нәрсе емес. Бұл шешімі бар медициналық жағдай. Бүгінгі мен айтқан тәсілдер қымбат емес, бірақ өте нәтижелі. Оларды бүгіннен бастап байқап көріңіз. Денеңізге күтіммен қарасаңыз, ол сізге міндетті түрде саулықпен жауап береді. Егер бүгінгі бейне пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңізді күтіңіз. Деніңіз сау болсын.